Аружан, жайғасыңыз. Жайғасыз бала қойыңыздар сіздер бірге. Микрофон алып. Аружан, көйлегіңіз өте әдемі екен. Жарқырап келді. Баршаңызға бізде кішігірім мереке. Ұлымыздың тұсауын осы жерде кесейік деп. Елдің ұлы болсын деп. Бауыржан мен Аружанның отбасында, құрметті көрермен, бәлкім біріңіз білесіз, білмейсіз, бірақ бір ұл, бір қызыңыз Амина енді өмірге келген кезде сіз бір алғаш рет әке атандыңыз ғой сол кезде, иә? Бір қандай сезім болды? Одан кейін ұлдікі бөлек сезім. Бірінші қалай айтсам болады, қатты қуандым. Кәдімгідей қызымды кәдімгідей бір бар жігерімді, жинаған тергенімді жиып тұрып, дүркіретіп тұрып, қуанып тұрып шығардым, иә? Әрине бақытты сәт қой. Енді Аминаны сұрақ қойын. Альтаирдің туған бойдағы бойы және де салмағы қанша болды? Былай шешіп алайық бірден, ұрыспай, таласпай. Мен адамның атын жаттай алмаймын және сандарды жаттай алмаймын. Өмірге келуге. Бір ақталу сияқты. Мен айтшы, өзің осы жерде бір айтшы мені. Адамның атына және датаға келгенде. Сол. Барынша жаттауға тырсам, мен кәдімдей жаттағам, айтшы, жазып беріп. Ой, қызық болсын деп бір сұрап отыр едім енді. Сұрақтарыңыз абайлап қоясыз ба? Іштерге барған кезде, расымен де жолдас баланың туысың, тіпті жақын туғаныңның баласы жылап жатса, жалпы біреудің баласы жылап жатса, басың ауырады. Жаның ауырады деген рас қой жалпы. Қыздарымды әлпештеп, өсіріп, бұлайынан бағып жатқан кезде, мен үйсіп ағам, үйсіп қағам, ертең біреу бұған қатты сөйлесе, біреу мінезін көрсетсе, қиын болады деген сияқты жаңағыдай бір дүние болды. Және де менің өзімнің өмірде қыз баласы, өзімнің қызым өмірге келгеннен кейін мен автоматты түрде жалпы қыз баласын 10 есе артық сыйлап кеттім. Біздікі ол ғой енді. Біздікі 14-ке келіп қалды енді. Ол да жауапкершілігі өте үлкен. Ол жасөспірімнің әкесі болу деген оңай емес. Ақша сұрайтын кезеңдер, мысалы, былай. Андай кезеңдер болады да енді, не айтса да, еркелесе де, ренжітпей отырсам мен. Бірақ именно балаға келген кезде мен кішкене жұмсақтаумын, өйткені алыста ғой менен, басқа қалада да, сондықтан андай ренжетіп болмайыншы деп барынша тырысамын. Енді қазір Бауыржан мырзаға келетін болса, негізі Бауыржан мырзаны мен енді өзіміз жақын араласамыз, достау болып араласамыз енді. Бұрыннан қарағанда балажан екенін осы Амина өмірге келген кезде байқадым. Әрдайым қызым деп тұрады. Емес, бірақ кейін Амина Құдайдың Аллахтың қалауымен тұрмысқа шыққаннан кейін жай болса да әлде бір қызына өте қатты бір жақын болатын сияқтысыз негізінде менің ойымша. Бірақ бір ауыз сөзбен толтырып айтсам, қызына да, ұлына да жақсы әке. Бұны ата-аналар түсінеді, ешкім бөліп жармайды. Тіпті мысалы жасқа келеді ғой, сәл сөйлей бастайды, сол кезде сөздер үйреткен, жаңағыдай бірге бірді қоссаң қанша деп, сондай жалпы дамуына үлес қосуда, мен сол процесті қатты жақсы өтті. Қазір Аминамен біз жақсы араласамыз кәдімгі. Сонда енді Альтаирдің солай сөйлескенін күтіп жүрміз. Альтаирді 2 жарымнан кейін ол кісімен де жақсы араласатын сияқты. Куәгері болып отырғанымызға біз де қуаныштымыз. Барлығымызға күтпеген тосын сый жүн жоралғысы өте керемет болып жасалынған ғой. Өсіп өнген әулеттен болсын деп тоқ шекпен, өзін ырымдары бар кәдімгідей ақ қара жіппен, оның барлығын енді мамандар өздері жақсы біледі ғой көбіне. Бірақ дегенмен сіздің балаңыздың қадамы құтты берекелі болсын, қалаулы, өзіңізден артқан, асқан, біз сізді өте қатты сыйлаймыз, бірақ сізден де мықты бір тұлғалардың ата-аналары болдыңыздар. Рахмет. Енді бізде ата-апасы ренжіп қалмасын, Амина атасының қызы, Альтаир апасының баласы. Менікі Құдай қаласа, сол. Құрметті көрермен, расымен де өте әсерлі сәт, мен өзімде қатты қуанып тұрған жайым бар. Жалпы менің Альтаир ұлымның өмірге келгеннен келмей тұрып та менде ұл бала болса, мен ол жігітті бұйыртса деген сияқты өзімнің ұлыма деген армандарым бар еді. Әрине, мен ол арманымды жүзеге асыруға тырысырамын, егер ұлымның арманы менікімен бірге ұштасса. Және дәл қазір менің ұлымның тұсауын кесетін, өзім ел алдында жүрген азамат болғаннан кейін, дәл бүгін Альтаирдің тұсау Жұмабеков! Жұман, көргенме қуаныштымын, қалыңыз қалай, бауырым? Жақсы, Алла аман есен, бәрі Құдайға шүкір. Өздеріңіз? Жақсы, шүкір, аман есен. Өте қуаныштымын. Рахмет. Мені премьер қойып, осы баламның есімде ғой, негізі айтқаның. Тыңдап отырдым. Сөзі шыны керек жүрекке тиді, бауырым. Бұл жерде бір айта кететін нәрсе бар. Негізі мойнымда менің қарызым бар бұл жігіттің алдында. Өйткені мен өзімнің осыдан бір жылдан аса өткенде тойым болған. Үйлену тойымда осы бауырым кеп, аманатын менің сөзімді жерге қалдырмай тойым жүргізген болатын. Бірақ содан кейін айтты, ұлымның бұйырса тұсауын саған кесіртем деді. Негізі сол жерде берілген уәделердің бірі
бүгін Аллахтың қалауымен бауырымның ұлының тұсауын кесейін деп отырмын. Білмейді екенбіз. Біз достығымыз тойдан басталды. Негізі тойдан Инстаграмнан басталды. Инстаграмнан басталды. Иә. Жалпы Жұман қалай айтсам болады, бұл жігіт боец. Иә. Атын дұрыс жағынан батыр жігіттердің атын қорғап жүрген жігіт. Біз Инстаграмда көріп, жекпе-жегін көріп, кәдімгідей бұл кісінің жекпе-жектері енді мықты. Содан кейін Инстаграм арқылы подписка жасадық. Сосын Қуандықтың тойында жолығып, жақсылап амандасып, сол жерде дос болып, сосын ай сайын қонақ болайыншы дегенім жоқ, басташы деді. Сосын қызметте болдым. Сол кезде де жаңағыдай мен балам Құдай қаласа тұсауын сен кесесің, сен де ер азамат болсын деп Жұман жақсылығын айта кетсем, бұл жігіт жақсы сыйласамыз. Ешкімді жамандамайды. Тіпті байқамай біреуді жамандап баратсаң, қой бауырым, не қыламыз, керек емес, өзіміздің ісіміз адал болса болды деген сияқты. Осындай болсын дейміз Жұман мырза, және де осындай бір керемет сәтті болып отыр. Менің көріп алмай қалыпты өзіңнен. Альтайыр, қалайсың? Оның тағынан сүріп алсақ, баламызды тұсау кестіріп берейін. Кел, жаным, Ой, танып. Қазір менің ұлым Альтайыр, және де Альтайырдың тұсауын кесетін Жұман Жұмабеков қаласамыз, сыйласамыз, доспыз, шүкір Аллаға. Бұйыртса отбасылық достар болып жатырмыз. Енді кемі Жұмандай болсын деп, Жұман өзі айтты, кемі мендей болсын деп, мен әрдайым айтатынмын, келіншегімді білем. Бұйыртса менің балам олимпиада чемпионы болады, қазақтың туын көкке көтереді деген соң баламыздың тұсау кесір рәсім сізге қарап. Өзіңіз батаңызды беріп. Құрметті көрермен, өздеріңіз көріп тұрғандай ақ жол жайып қойдық. Ала жіппен кесіп жатырмыз. Ешкімнің ала жібін аттамасын, тірлігісін, ата-анасын сыйлайтын ер азамат болсын. Мен сен бағам, қағам, ертең сөз қайтарып жүрме. Алла қаласа. Ал, бісміллә, кесу рәсімін бастаймыз. Бірінші батамыз беріп жіберген, жасымыз кішкентай болса да. Алла тағалам осы кішкентай періштемізге екі өмірдің бақытын берсін бірінші. Екі өмірде де абыройлы қылсын Аллах тағалам. Осы ата-анасының алға қойған мақсатына жетуіне бірден бір тілекші осы ата-анасы. Альтайыр, осы ата-анаңда осы өмірде де, арғы өмірде бақытты болуыңа білімді болсын, расымен де. Білімді болсын деп кітап қойдық. Жұман ағасындай спортсмен болсын деп, спортшы болсын деп қолғап қойдық. Өмірі тәтті болсын деп хале қойдық. Кемі әкесіндей болсын деп, микрофон көп болсын деп, ақша да қойып қойдық. Балам, айналайын, бізде тікелей эфир, уақыт аз, жайлап әрекетін жасап не қылсаң. Қайсы Альтайыр, Альтайыр. Альтайыр. Кімді көрді ол? Ай, біреуді көріп тұр енді. Кітап, мына, кітап түсіріп алдыңыздар ма? Кітапты алды. Бере ғой, қолына бере ғой. Және де